Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал бүгін біз сіздермен найман бауырсақ немесе ши бауырсақ жасайтын боламыз. Ең алдымен тоң майымызды ерітіп алатын боламыз. Еріген тоң майымыздың үстіне бөлме температурасындағы жылы суды құямыз. Үстінен қантымызды, тұзымызды салып, аз-аздан ұнымызды салып отырып, қатты қамыр илейтін боламыз. Алдымен қасықпен араластыра отырып илесеңіздер болады. Қамырларыңыз біркелкі бола бастаған кезде қолмен илеп жалғастырасыздар. Жақсылап иін қандырып илеген қамырымызды жарты сағатқа бетін жауып тындырып қоятын боламыз. Жарты сағаттан кейін қамырымызды қолымызбен басып сәл жұқартып аламыз. Одан кейін ұсақ бөліктерге бөлетін боламыз. Әр бөлікті жіңішкелеп созатын боламыз. Жіңішкертіп созған қамырымызды ұсақ бөлшектерге бөлеміз. Немесе кеспе сияқты жіңішкертіп кесіп, ұзыншақты формада жасасаңыздар да болады. Ең алдымен дәл осылай барлық қамырымызды турап алатын боламыз. Қамырымыздың барлығын турап алдық. Енді майымызды жақсылап қыздырамыз. Қызып тұрған майға кішкене мөлшерде салып, бірден араластыратын боламыз. Және әдемі сарғыш түске боялғанша қуырамыз. Дәл осылай барлық бауырсақтарыңызды қуырып алыңыздар. Мінеки қытырлақ өте дәмді бауырсақтарымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса, соңына дейін көрсеңіздер лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеле кетіңіздер.